Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан облысы Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің арнайы пән оқытушысы Тергенбаева Камила Байғалиевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ашыған қамырдан дайындалған тағамдар. Нан дастархандағы ең қасиетті тағам болып саналады. Сондықтан әркез оны қасиеттеп, астың атасы деп айтамыз. Сабағымыздың эпиграфы ретінде ас атасы нан деген халық даналығын алып отырмыз. Сабақтың мақсаты ашыған қамырдан дайындалатын тағам түрлерімен, олардың дайындалу технологиясымен таныстыру, оқушыларды өз бетінше ізденуге дағдыландыру, пәнге, мамандыққа қызығушылықтарын дамыту, ұқыптылыққа, жауапкершілікке, үнемшілдікке, нанды бағалауға тәрбиелеу. Қоғамдық тамақтандыру орындарында ашыған қамырдан мынандай өнімдер дайындалып, келушіге ұсынылады. Бауырсақ, пеште пісірілген пирожки, майға пісірілген пирожки, пирогтар, растигай, ватрушкалар. Енді осы өнімдерге жеке тоқталайық. Бауырсақ қамыры ашытпасыз тәсілмен дайындалады. Өсімдік майы жағылған столға әртүрлі пішінде бөліп 20-25 минутқа аралық көтерілуге қоямыз. Дайын өнімді көп мөлшердегі майға қуырамыз. Пеште пісірілген пирожки қамыры ашытпалық тәсілмен дайындалады. Ұн себілген столға шар түріне келтіріп 5-6 минут аралық көтерілуге қоямыз. Қалыңдығы 0,5-1 см етіп жайып, ортасына фарш салып, шеттерін біріктіреміз. Тігісін төмен қаратып, кондитер табасына орналастырып, 20-30 минут көтерілуге қоямыз. Пісіруден 5-10 минут бұрын жұмыртқамен майлаймыз. 240-260 градус температурада 8-10 минут пісіреміз. Майға қуырылған пирожки қамыры ашытпасыз тәсілмен дайындалады. Май жағылған столға домалақ формаға келтіріп тіземіз. 5-6 минут аралық көтерілуге қоямыз. Дөңгелектеп жайып, ортасына фарш салып, шеттерін біріктіріп, жарты ай формасына келтіреміз. Тігісін төмен қаратып, май жағылған формаға немесе столға орналастырамыз. 20-30 минут көтерілуге қоямыз. 180-190 градусқа дейін қыздырылған майға салып, екі жағын алтын түске келгенше қуырамыз. Пирогтар үшін қамыр ашытпасыз тәсілмен дайындалады. Ашық пирог үшін қамырды шар түріне келтіріп, 5-8 минутқа аралық көтерілуге қоямыз. Қалыңдығы 1-1,5 см етіп жайып, майланған формаға орналастырып, салмасын салып, шетін сәл бүгеміз. Жартылай ашық пирог үшін қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін формаға орналастырып, бетіне салмасын салып, екінші бөлігімен әртүрлі пішін жасап, пирогты безендіреміз. Жабық пирог үшін қамырды 2-ге бөліп, бір бөлігін формаға орналастырып, салмасын салып, екінші бөлігімен бетін жабамыз. Көтерілуге қоямыз. Жұмыртқамен майлап, 200-220 градуста 30-40 минут пісіреміз. Ватрушкалардың қамырын ашытпалық тәсілмен дайындайды. Шар түріне келтіріп, ара қашықтығын 7-8 см-дей етіп, табаға орналастырамыз. 5-7 минутқа қоямыз. Ортасын шұңғылдап, ірімшік немесе жеміс езвесімен толтырып, жұмыртқа жағып, 230-240 градус температурада 8-15 минут пісіреміз. Растигайлар қамыры ашытпалық тәсілмен дайындалады. Дайын қамырды
120-150 граммнан бөліп, шар түріне келтіріп, 5-10 минут аралық көтерілуге қоямыз. Ортасына фарш салып, екі шетін жабамыз. Кондитер табасына орналастырып, 20-30 минутқа көтерілуге қоямыз. Жұмыртқа жағып, 5-15 минут 230-240 градус температурада пісіреміз. Сабақты бекіту мақсатында постер құрып және оны қорғау керек. Қорытындылау, баға қою. Үйге тапсырма: ашыған қамырдан дайындалған тағамдар тақырыбын қайталау. Назарларыңызға рахмет.